На шкала эмоциональных решений. Шкала эмоциональных тонов. Осы тақырыпты бұрыннан қозғағым кеп жүрген. Өте қызықты тақырып. Бұны көрген кезде я была в шоке. Өзімді түсіне бастадым. Және басқа адамдар неге маған осылай айтты, неге менімен осылай жасады деген сұрақтардың барлығына жауап табылды. Бұл видеоны мұқият тыңдап шығыңыз. Желательно жазып алсаңыз да болады өзіңізге черновикке, өйткені қолданатын боласыз. Ең бірінші айта кететін нәрсе, мына шкала эмоциональный тондардың көрсеткіші, яғни біздің күнделікті эмоциямыз. Бывает хронический тон. Хронический тон деген всегда осы эмоцияда жүретін адам. Мысалы, мына жерде қалай, міне скука дегенді алатын болсақ, ештеңеге қызықпайтын андай скучный адам болады ғой. Оның хронический тоны скука болуы мүмкін. Бірақ социальный тон деген нәрсе болады. Бірақ қоғамға шыққан кезде біз не істейміз? Біз өзіміздің шынайы эмоцияларымызды жасырамыз да, бір маска киіп аламыз. Маскасына сай, оның социальный тоны веселье болуы мүмкін. То есть қоғамға шыққан кезде ол ха-ха, хи-хи-ха деп мәз болып жүреді. Моментальный тон деген нәрсе болады. Яғни оған біреу келіп қатты сөйлеп жіберсе, ол ашулануы мүмкін. Яғни моментальный тон деген осы дер кезінде бола қалған эмоция. Енді басынан бастап алайық. Бұл шкала бойынша ең төменгі көрсеткіште тұрған өлім. Яғни өлімнен төмен жоқ. Өлім деген нәрсені түсіндіріп қажет емес, адам қозғалмайды, тамақ сұрамайды, қарны ашпайды, ештеңені керек қылмайды, тек қана жата береді. Апатия келесі тон, өлімнен кейінгі тон апатия. Апатия дегеніміз жата беріп, ештеңе істегісі келмей, ештеңеге қызықпайды, даже туалетке де барғысы келмейді, тамақты да ішкісі келмейді, жұмысқа да барғысы келмейді. Түкке қызығушылық жоқ. Апатия деген тон қай кезде болады? Анау адам ішіп алып, қатты масайып кетеді ғой. Сол кезде деп жатады. Вот сол тон апатия деп атауға болады. Немесе келесі күні тағы да отходняк болған кезде адам не істейді? Тоже деп жатады. Отходняктағы адам ештеңеге қызықпайды. Примерно сол апатияның тоны деп айтуға болады. Одан кейінгі тон горе деп аталады. Гореге деген тон қайғыру тоны. Қазақша мен бұл эмоцияларды аудармадым. Себебі мен орысша оқып, орысша білім алған адам болғандықтан қазақшаға аударуға қабілетім де жетпейді. Әйтеуір қалай бар, солай сіздерге беріп жатырмын. Бастысы мағынасын түсінсеңіз болды. Горе деген тон адам бір нәрсені, өзіне құнды бірдеңені жоғалтқан кезде горе деген тонға тап болады. Біреу қайтыс болған кезде біз моментальный гореға түсеміз. Жақын адамымызды жоғалтып алдық. Немесе жұмыстан шығарып жіберсе, тоже тон горе болады. Жұмысымызды жоғалтып алдық, постоянный табысымызды. Тағы қай кезде тон горе болады? Кішкентай баланы алсақ, кішкентай баланың ойыншығы сынып қалса, тон горе болады. Сіз үшін iPhone бағалы болса, iPhone-ыңызды біреу ұрлап кетсе, тон горе болады. Яғни горе деген тон адам бір нәрсені жоғалтқан кезде пайда болады. Бұл тон хронический тонға айналып кетуі мүмкін. Бұл жерде енелерді мысалға келтіруге болады. Ой, қазіргі заман жаман, СССРді жоғалтып алған адам. Біздің совет өкіметінде жақсы еді, жұмыста бар, мектепте оқуда тегін, шіркін, мына біреудің сапасы не бәле, біздің совет өкіметімізде сапасы жақсы болып еді. Мынау ауа райы не бәле, ыстық, демала алмайсың, давлениям көтеріп, жүре алмай, белім деген ауырған. Ой, вечно горевать етіп жүреді. Анау қайғысы, мұңы бітпейді ғой шіркін. Хронический тон горедағы адамдар осындай болады. Не обязательно үлкен кісілер, жап-жас адамдарда болады ондай. Қоршаған ортаңызда бәріне ой, құдай-ай, нау кредит қанды ішті. Ой, құдайма, ертең жұмысқа баруым керек, таңғы 7-де тұру керек, білә деп жүретін адамдарда болады. Бұл да хронический тон гореға түсіп кеткен адамдар. Келесі тон страх деп аталады. Страх деген тон
хронический кезі адамның көзі жүгіріп тұрап бүйтіп сумаң етіп тұратын адамдар болады, өзі подозрительный, өзі білініп тұрады. Сосын кейін көзіңе қарап сөйлемейді, үнемі қорқынышта өмір сүретін адамдар. Көзіңе қарап сөйлемейді, көзге қараудан бүйтіп қорқақтап. Сосын кейін бірдеңе айтса, страхтағы адамдар үнемі өтірік айтады, тек қана өтірік айтатын адамдар. Мысалы, күйеуінен қорқатын әйел болса, күйеуінен қорқады, күйеуі білмей кіріп келген кезде, әйелі мысалы біреумен видеозвонокпен сөйлесіп отыр. Күйеуі кіммен сөйлесіп отырсың деген кезде, подружкам ғой деп өтірік айтуы мүмкін. Бірақ шынында ол мысалы мамасымен бірдеңені айтып отыруы мүмкін. Бірақ күйеуі мамасымен араласуына қарсы болған соң, ол подружкам ғой деп өтірік айта салады. Өйткені қорқады. Қорқынышта жүрген адамдардың өзіңіз байқап көресіз, көзге тіке қарай алмайды. Өйткені өтірік айтып тұрған адамның көзіне қарай алмайды. Сосын үнемі бүйтіп уайымдап бүйтіп тұрады. Деп өтірігім ашылып қала ма екен, Құдай-ау, мынау біліп қоя ма екен, біліп қойса не болады екен, ертең өтірігім ашылып қалса жұмыстан бастық шығарып жіберер ме екен, отчетты жасаған жоқпын, отчет жасадың ба? Иә, жасап қойдым. Бәрі жақсы, понедельник әкеп беремін сізге деп көзі жүгіріп, хронический тон страх осындай болады. Келесі тон скрытая враждебность деп аталады. Бұл біздің пассивный агрессорлар, сүйікті. Олар адаммен ашық конфликтке баруға қорқады. Яғни адамға келіп, түрің қандай страшный деп айтса, не істеуіңіз мүмкін? Сіз ашуға беріліп, оны ұрып тастауыңыз мүмкін. Бұл пассивный агрессорлардың тоны емес, скрытая враждебностьтағы адам. Ой, нау көйлегің әдемі жарасып тұр екен, ұнап тұр маған. Күшті, өзіңе цветі де жарасып тұр. Бірақ сәл 7 килограмм салмақ тастасаң күшті болар еді, Яғни ол саған семізсің деп тиісіп тұр, бірақ семіздігіңді бірінші комплимент айтып, скрывать етіп тастады, Манипуляторлардың тоны өте көп адам осы тонда өмір сүреді, скрытая враждебностьта. Бұлар бар ғой, адамға жаман эмоция сыйлағаннан ләззат алатын адамдар. Көңіл күйін түсіргеннен, біреуді қинағаннан, біреудің қиналғанынан кайф алатын адамдар. Очень неприятный тип людей. Егер қоршаған ортаңызда скрытая враждебностьта өмір сүретін адам болса, енді ол кісімен араласпай қойған жөн. Өте страшный манипуляторлар. Прям қиын адамдар енді. Хронический тондағы адамдар туралы айтып жатырмын, Келесі тон бізде гнев. Гнев деген тон ашуға берілу. Бұл агрессивный адамдар. Менің ойыма ер адамдар келіп тұр көбінесе. Ей, ёп, твою мать деп қит етсе бітті, сөйтіп агрессияға беріп деп бір постоянно ана кісіден өзі гневтағы адамның жанында сен постоянно страхта жүресің, мені ұрып жіберер ме екен, мына жерде мені боқтап жіберер ме екен, мына жерде не болар екен деп гневтағы адамдар резко ашуға беріледі. Прям бар ғой, қырам, жоям, оям деген адамдардың тоны. Келесі тон антагонизм деп аталады. Антагонизм деген түсіндіруге өте қиын, бірақ жоқ дейтіндер. Жан, мен көйлекті киіш, жоқ, кимейсің. Жан, барып далаға серуендеп келейікші, жоқ, бармаймыз ешқайда. Жан, мен қабырғаны бояп тастайын деп едім, қалай қарайсың, жасыл қылып бояйықшы десе, жоқ, боямайсың, жоқ, бармайсың. Жан, давай телевизор сатып алайық, жоқ, сатып алмайсың. Антагонизм деген тон тағы да өте жағымсыз тондардың бірі. Бұндай адамның жанында өмір сүру мүмкін емес. Бүкіл сенің ішіңдегі қызығушылығыңды барлығын басып тастайды. Жоқ, 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 жоқ деген сайын жандағы адамды бүйтіп сөндіріп тастайтын адамдар. Және келесі тон скука деп аталады. Хронический тон скука. Екеуі антагонизм, екеуі ұқсайды, бірақ скукадағы адамдар жан, паркке барып серуендеп қайтайықшы десе, жарайды, барайық. Ал, шықтық. Ал, не қызық болды. Ой, ішім пысып кетті, мен үйге барып жатып ұйықтаймын.
түкке қызықпайтын адамдар, осындай пассивный адамдар. Қалың қалай? Привет, қалайсың? Сәлем, жақсы, Құдайға шүкір, өзің қалай? Жұмыс балашаға, иә, бәрі орынша. Сол жұмыстан келе жатқам, қазір үйге барып тамақ істеймін. Анандай бар ғой, өмірлік қуаты сөніп қалған, әлгіге қарасаң өліп қалғың келеді. Түкке қызықпайды ғой, Құдай-ау. Көз жанары сөніп қалған. Сондай адамдар енді. Примерно елестетіп жатқан шығарсыз, иә? Енді қараңыздар. Мынау скукаға дейін жер, мынау эмоциональная шкаланың ортасы болып есептеледі. Яғни, мынадан төмен, бұның бәрі өмір сүруге жарамсыз тондар. Яғни, мынау скукадан төмен өмір сүру мүмкін емес. Неге? Өйткені скукадан төмен, мына гнев пен горенің ортасында. Постоянный тон осы гнев пен горенің ортасындағы адамдарда 100% хронический заболевание болады. Ол психосоматикалық ауру болу мүмкін, ол диагнозы қойылған ауру болу мүмкін, ол жаңағы постоянно инфекция, вирусқа подверженность болу мүмкін, иә? Сәл суық жесем бітті, жөтеліп шыға келеді, ангинасы ауыра қалады, грипп боп қалады. Осы низкий тонда өмір сүрген адамдарда хронический заболевание міндетті түрде болады. Скукадан бастайықшы, иә? Скукада өмір сүретін адамда, скорее всего, ожирение болуы мүмкін, артық салмақ. Өйткені оның қозғалғысы келмейді, ештеңеге желаниясы жоқ, антагонизм жоқ деп өмір сүретін адамда, скорее всего, такие легкие нарушения кишечные расстройства. Мына жерде гастрит деген секілді аурулар болуы мүмкін. Гневта өмір сүретін адам постоянно давлениесі көтеріп жүреді. Бұл жерде гипертония деген ауру болуы мүмкін. Үнемі ашуда жүргеннен кейін инфаркт, инсульт деген аурулардың болуы деңгейі, көрсеткіші өте үлкен болады, үлкен жоғары. Скрытая враждебность, страх, бұның бәрі буын ауруларына көбінесе әкелуі мүмкін. Өйткені адамның андай негибкость теория бойынша гореда енді бұл жерде уже раковый заболевание жиі кездеседі. Тонда хронический өмір сүретін адамның барлығында обязательно бір хронический аурулар болады. Әркімде әрқалай. Бірінші қалай болады, иә? Скукадан төмен бұл повышенный тондар, иә? Высокий тондар. Бұл жерде уже адамда ауру болмайды, бұл адамның дені сау болады. Гриппен де ауырмайды, суықта тимейді, бұл адамдардың иммунитеті өте мықты болады. Алмадан төмендей берген сайын иммунитет түсе береді. Яғни, чем ниже тон, тем сильнее заболевание. Бұл адамдар постоянно стресста жүреді, кортизол өте жоғары, заболевание щитовидной железы, мына жерден басталады, иә, мына скукадан басталады. Щитовидкада нарушение, гипертиреоз, гипотериоз деген аурулардың барлығы. Мен мысалы, мына страх деген тонда өмір сүрген кезде гипотериоз, аутоиммунный тиреоидитпен ауырып қалдым. Сол секілді, бірінші не болады? Бірінші эмоциональный тон понижается, сосын егер сен бұл тонда ұзақ қалып қалсаң, ол бір хронический ауруға алып келеді. Сондықтан денсаулықты жөндеу үшін мынау высокий тондарға ауысуға ұмтылу керек. Келесі скуканы айттым, иә? Ештеңеге қызықпайтын, көз жанар сөніп қалған адамдар. Келесі тон консерватизм деп аталады. Консерватизм деген бәрін бір ережемен жасайтын адамдар. Мынау шкаф ескіріп кетті ғой, модадан шығып кетті, лақтырып тастайықшы десең, жоқ, тұрсын, бұл маған керек. Ана жұмысың әбден сені шаршатты ғой, қажытты ғой, жоқ, мен осы жұмыста істеп пенсияға осы жерден шығам. Консерватизм деген осы бір қалыпта, бір убежденияда, мына адамның ойын өзгертуге болмайды. Вот осы бір қалыпта ойланама, бір мышлениемен ойланама, болды. Менікі дұрыс деп қана ойланатын адамдардың тоны. Үлкен кісілердің көбі осы консерватизм мен скуканың арасында, антагонизм, осы үшеуінің арасында өмір сүреді, иә? Бірдеңе айтсаң, жоқ деп айтады, өзгертпеймін деп айтады, ой, қойыңдар, басымды ауыртпай деп осы тондарда өмір сүреді. Менің маған келіп тұрған ассоциация осы. Келесі тон сильный интерес. Бұл менің ең сүйікті тоным.
мен үміттенемін осы тонда өмір сүремін деп. Сильный интерес деген үлкен қызығушылық. Үлкен қызығушылықпен бала тәрбиелеуге болады, тамақ істеуге болады, жұмыс істеуге болады. Кез келген нәрсені үлкен қызығушылықпен жасауға болады. Келесі тон веселье, бұл уже қуаныш, шаттық, ха-ха-хи-хи, күні кешкешекті күліп жүре алмайсың. Сондықтан сильный интересте өмір сүрген жақсы. Энтузиазм деген тон бұл бір творческий адамдардың тоны. Шабытқа беріліп, бір нәрсені көзі жанып, үлкен қызығушылықпен жасау деген тон. Бұл жерде көбінесе андай гениальный изобретение, гениальный идеялардың барлығы осы тонда өмір сүретін адамдарда туындайды. Енді қараңыз, старайтесь жить всегда в этих тонах. Осы жоғарғы тондарда өмір сүрсеңіз, сіздің өміріңізде бәрі жақсы болады. Бұл тонда өмір сүретін адамдардың интуициясы өте жақсы болады. Бұлар всегда дұрыс шешім қабылдайды. Бұлардың жолы болғыш болады, әрдайым жолы болады, денсаулықтары да жақсы. Енді өмірге, бұл адамдардың өмірінде барлығы жақсы жүреді. Өйткені постоянно осы тонда өмір сүрсең, у тебя все хорошо в жизни будет. Егер сен қазір осы видеоны қарап отырған кезде низкий тонда өмір сүріп жатқаныңды байқасаң, бұл жерде терапия керек. Байқадыңыз ба, бұл низкий тон. Бала кезімізде біз бәріміз веселье, энтузиазм, сильный интересте өмір сүреміз ғой. Сосын кейін травманың бәрі неге бала кезден алынған дейді. Бір рет негативный события болды, сені маман қорқытты, страхқа, бір рет сүртіп тастады, екінші рет сүртіп тастады, үшінші рет уже ашуландың, төртінші рет уже көз жанарың сөніп кетті, скучно стало. И бұның барлығы бітіп травма болып жинала береді ғой. Терапия кезінде каждый травманы кетіріп плюсқа айналдырсақ, сіздің эмоциональный тоныңыз төмен болса, жоғары жаққа қарай көтеріп алуға болады терапия арқылы. Егер менен консультация алғарыңыз келсе, астыда WhatsApp-қа ссылка қойып қоям, Instagram-ға ссылка қойып қоям, директ WhatsApp арқылы жазылыңыздар. Енді моментальный тонға жақсы болып жүрген, көңілі күйі жақсы болып жүрген бала, моментальный тон түсіп кетеді низкийға, сосын ол низкий тон ақырындап хроническийға айналып кетеді. Енді қараңыз, адамдармен қарым-қатынас туралы айтамыз. Күйеуі мен әйелінің мысалы алайық, Әйелі көз жанары жанып тұрған, сильный интересте өмір сүрген әйел болуы мүмкін. И ол қызығып, например, бір курс сатып алды. Арест шешу туралы курс сатып алды да, и ол қызығып, сол арест шешуді үйреніп, көз жанары жанып, күшті болып қарап отырады. Сосын кейін постоянно горяда өмір сүретін енесі келіп айтуы мүмкін. Ой, осы келін әбден құтырды, кешкі асты жасамаған деп сізге келуі мүмкін, сильный интересте отырған сізге. Ей, тамақты неге істемегенсің? Ана балалардың киімі жуылмаған, ол, мынау сен не жасап отырғаның, не анау компьютерге қарап, ей, деп не істейді? Қараңыз, низкий тондағы адам жоғары көтеріле алмайды ғой. Сондықтан адам мен адам сөйлескен кезде низкий тондағы адамдар, скорее всего, на высокий тондағы адамды астқа қарай түсіреді. Яғни, сіз бұл жерде сильный интересте тұрсаңыз, сіз, например, скукаға түсуіңіз мүмкін. Ой, осы ене қанды ішті, надоел уже. Сосын ол қоймайды. Жоқ, мама, мен қазір өзім жұмысым істеп істейінші, сосын істеймін деп, жоқ, антагонизм, жоқ деп айтқыштар, жоқ деп. Сосын уже не істейсіз, ашуланасыз, қоймадыңыз ғой уже деп айғай шуға кеткен кезде, или, например, сіз ашулана алмайсыз, енеңізге дауыс көтере алмайсыз, сосын сіз скрытый враждебностьқа кіріп, тарс-тұрс еткізіп, жақтыртпай, бүйтіп, ұнатпай сөйтіп жасауыңыз мүмкін. Получается, мынау кісі сізбен сөйлесу үшін алдыда сізді өзіне астына түсіріп алады. Сол секілді, астыда түсірген адам, жоғарғы тондағы адамды астыға түсіріп алуы мүмкін. Скрытый враждебностьтағы адамдар, басқаның эмоциональный бойынан кайф алатын адамдар ғой, оларда не істейді? Олар тиісіп, сені гневқа түсіріп алады да, и сенімен мына жерде сөйлесіп кайф алады сенің гневта болғаның. Енді қараңыз, не істейміз? Низкий тондағы адамдармен
консерватизм тонына түсіп сөйлескен жақсы. Бұл кезде консерватизмдағы адамда не бар? Бір жаттанды ережелер бар. Мысалы, күйеуің ашушаң, Яп, твой мать, қатын компьютерда не істеп жатсың? Бол, тез тамақты жаса, балалардың киімдері жуылмаған, не бітіріп жатсың деген кезде сіз не істейсіз? Так, менің күйеуім осындай ашушаң. Демек, мен жан, успокойся, қазір бәрі болады. Қазір жасаймын деп спокойно барасыз да. Консерватизм деген өзіңіздің ережелеріңіз бар, өзіңіздің выработанный шаблоныңыз бар. Барып спокойно жұмысыңызды аяқтап тастап, тамақты тез-тез істеп тастап, сосын кейін ана күйеуіңіз уже гневы басылғаннан кейін вы его потихоньку тамағын беріп, қарнын тойдырып, бүйтіп на тонға көтеріп аласыз да, сосын сөйлесесіз. Это идеальный тон для выяснения отношений. Адам мен адамның арасындағы қарым-қатынасты выяснять еткенге күшті тон. Консерватизм деген тонда ешқандай эмоция жоқ, тыныш қана отырып сөйлесесіз. Мен, жан, келіп отырып сөйлешші менімен, давай поговорим. Қара, мен жаңа курс алып жатырмын. Егер мен арес сабағын үйреніп алсам, ертең мен аз-аздап үйде отырып осы компьютермен ақша табатын болам. Сөйтіп, дополнительный доход болады бізге. Сосын ол айтады, иә, дұрыс айтасың, ақша табады екенсің ғой. Кешірші, мен жұмыстан шаршап келдім да, ашуланып кеттім. Жарайды, болды, енді өйтіп істемеймін деп. Идеальный тон для выяснения отношений. Скрытый враждебностьтағы адамдарды как надо побеждать? Тоже бұларды кішкене көтеру үшін можно с ними на скуке. Скука деген игнор. Ой, тағы да бастадың ба маған өстіп тиісуіңді? Там, например, юбкаң күшті жарасып тұр, бірақ 5-6 килограммын арықтайсың ау деген кезде. Баяғыша қоймайды екенсің сен. Сосын кейін ол уже обратный реакция алмайды ғой. Скрытый враждебностьтағы адам не істейді? Сізді гневқа түсіргісі келеді. Сіз түспей қоясыз, вы через скуку на него реагируете, сосын ол не істейді? Ол өзі ашуланады, уже өзі жындана бастайды. Түй, мен мынаға былай тиістім. Немене мынау уже менің неме назар аудармай жатыр деп, бұл өзі гневқа қарай көтерілетін болады. Енді, смотрите, всегда старайтесь жить осы 3 тонда. Бұл тонда өмір сүрген адамдардың өмірі ең күшті болатын адамдар. Енді мына жерде бақылап көріңіз, анализ жасаңыз. Егер сіздің жаныңыздағы адам хронический тон, низкий тондағы адам болса, бұл адаммен сөйлесу, қарым-қатынас құру өте қиын болады сізге. Скорее всего, егер сіз всегда высокий тонда өмір сүретін адам болсаңыз, сіз науру тондағы адамдармен өмір сүре алмайсыз. Немесе сіз өзіңіздің веселый тоныңызды жоғалтып аласыз да, скука мен консерватизм үшеуінің арасына түсіп кетесіз. Ой, қош. Ой, жоқ, жарайды, жүре берсін. Ой, мен уже мән бермеймін. Күйеуіңіз күнде ішіп келеді, күнде апатияда болып келеді. Ой, мен мұның ішкеніне уже мән бермеймін. Қош, жата берсін, ше берсін. Жарайды, ертең жұмысқа барып ақша келсе болды. Не істейсіз? Сіз уже скукаға түсіп кеткенсіз. Ой, ажырассайшы. Жоқ, баланы асырап жатыр ғой, жарайды. То есть вы теряете уже свой высокий тон. Или даже горяға түсіп кетуіңіз мүмкін, Бірақ, если вы умеете сохранять высокий тонды, то мына адамдар уже сізбен араласа алмай қалады. Им уже с вами неудобно станет, и какой-то момент бұндай екі разный тональностьте өмір сүретін адамдардың жолы екі жаққа айырылып кетеді.